Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін өзбекский плов жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 килограмм ет, 1 үлкен жуа, 1 килограмм сәбіз, күрішке арналған приправалар менде осылай араласып тұрады. 1 килограмм күріш, 2 уыс нут және 1 чеснок қажет. Алдымен табаға 200-250 мг майды құйып, жақсылап қыздырып, ішіне үлкен кусокпен туралған жуаны салып, қызартып осылай қуырып аламыз. Одан кейін осы майға етті салып, 10-15 минут аралығында қуырып алу қажет. Ет қуырылғаннан кейін үстінен жуаны қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, тағы да бір 5-7 минутқа қуырып, үстіне туралған сәбізді қосамыз. Әр затты салғаннан кейін жақсылап араластыруды ұмытпаңыз. Сәбізді салғаннан кейін тағы да бір 10-15 минут қуырып, дәмдеуіштерді қосасыз. Енді үстіне салқын су құйып, нутты қосыңыз. Және астын басып, ет пісем дегенше 40-45 минут қайнатыңыз. Уақыт өткеннен кейін үстіне күрішті қосып, қайнаған суды күріштің бетіне құйыңыз. Су күріш бетінен 1-1,5 см жоғары болуы қажет. Барлық суды күріш өзінің бойына сіңіріп алам дегенше қайнатыңыз. Күріштің бетіне осылай сарымсақты қосыңыз. Күріш суды тартып алғаннан кейін астын басып 10 минутқа қойыңыз. Мінекей біздің палау дайын. Иісі мұрын жарады. Осылай ачачук салатымен бірге ұсыныңыз. Салаттың рецепті менің каналымда. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен бірге болған Гүлфайрус.